Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге conditional тақырыбын түсіндіремін. Conditional дегеніміз қазақша шартты сөйлем деп аударылады. Шартты сөйлем, яғни аты айтып тұрғандай, бұл сөйлемдер шартты білдіреді. Олар екі бөліктен тұрады. Бірінші шарт бөлігі, екінші басты бөлік. Яғни басты шарт бөлігі if-тен басталады. If дегеніміз егер деген сөз мағынаны білдіреді. Conditional, яғни шартты сөйлемдер ағылшын тілінде 4 түрге бөлінеді. Біз бүгін оның біріншісіне тоқталамыз. Бірінші шартты сөйлемнің құрылысы if, оған қосылған present simple. Содан соң үтір қойылады, одан соң future simple қолданылады. Ал енді мысал келтіріп көрейік. If he doesn't wear his coat, he will be cold. Егер ол өзінің киімін кимесе, ол жаурайды. Яғни бұл көзге көрініп тұрған шындықты білдіреді. Ал енді осыдан ереже құрастырып көрейік. First conditional нақты болжамды, көзге көрінетін шындықты, болашақта болатын іс-қимылды білдіреді. Яғни бұл іс-әрекеттер болашақта көзге көрініп тұрған шындықты білдіреді. If it doesn't rain, we will go to the park. Жаңбыр жаумаса, біз паркке барамыз. Яғни бұл шындық және ол болашақта орындалады. Және де бір мысал, If I work hard, I'll pass my exam. Егер мен көп жұмыс істесем, мен экзаменнен өтемін деп аударылады. Бірінші шартты сөйлемге тағы айтып кететін бір нәрсе, егерде екінші бөлік бірінші келсе, мысалға біз if he doesn't wear his coat, he will be cold деп сөйлем құрадық, иә? Ал енді he will be cold деп бірінші жазатын болсақ, үтір қойылмайды. Егер сөйлем if-тен басталса, үтір қойылады, ал екінші бөлігінен басталса, үтір қойылмайды. He will be cold if he doesn't wear his coat. Ол жаурайды, егер үстіне киімін кимесе деп аударылады. Міне достар, бүгінгі тақырып осы. Келесі сабақта екінші шартты сөйлемді түсіндіремін. Жіберіп алмаңыздар. Жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.